Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, қарттар күніне арналған сынып сағатының презентациясы дайын болды. Сабақтың тақырыбы қарттарым асыл қазынам. Сабақтың мақсатымен таныстырып кетесіздер. КМЖ-да барлығы толық жазылған. Жылы сөздер шеңбер ойыны, әр оқушы бір-біріне ата әже, қарттар сөзіне байланысты жылы сөз айтады. Келесі мұғалім қарттар күніне байланысты түсініктеме айтып өтеді. Қарттар біздің асыл қазынамыз, ал даналықтың алтын кілті ата бабамыз. Бұл ата жолын жалғап келе жатқан ақсақал аталарымыз бен ақ жаулықты әжелеріміздің келіп жеткен мерекесі. Осы өмір жолында барлығымызға қатысы бар мерейлі шақ. 1 қазан күні біз ел болып қарттар күні мейрамын тойлаймыз. Үлкенді сыйлау, оларға құрмет көрсету ата-бабадан келе жатқан қасиетті салтымыз. Қарттары бар ел қазыналы ел. Келесі бейне ролик көрсетілімі. 1 қазан халықаралық қарттар күні. Бұл мереке 1990 жылы Біріккен ұлттар ұйымы Бас ассамблеясының шешімімен бекітілген. Мақсаты қарт адамдардың қоғамдағы рөлін дәріптеу, олардың еңбегін бағалау, өмірлік тәжірибесін жас ұрпаққа насихаттау. Әлемнің көптеген елінде бұл күні қарияларға ерекше құрмет көрсетіледі. Әлеуметтік қолдау шаралары ұйымдастырылып, ардагерлерге сый-сияпат жасалады. Қоғамда қарттардың беделін көтеру, құқықтарын қорғау мәселелері талқыланады. Қарттар күні ұрпақтар сабақтастығының, сыйластық пен құрметтің белгісі. Бұл күн әрбірімізге ата-әжелерімізді қадірлеуді, олардың ақ батасын, даналығын бағалауды еске салады. Қарт өткеннің куәсі ғана емес, болашаққа жол сілтер ақылшысы. Қариясы бар ел, қазыналы ел дейді дана халқымыз. Қымбатты қарттарымыз, сіздердің бізге үйреткен өнегелеріңіз, өмірлік тәжірибелеріңіз ешқашан ұмытылмайды. Біз сіздерден бата мен қуат алып, ізгі тілектеріңізбен өмірімізді жалғастырып келеміз. Мереке құтты болсын, ардақты қариялар. Бейне ролик тамашалап болған соң, оқушылар алдын ала оқушыларға өлең жыр арнау, яғни өлеңдер бересіздер, сол өлеңдердің тақтаға шығып айтқызуға болады. Яғни 5-6 оқушыға арнайы алдын ала өлең беріп, сол оқушыларды айтқызсаңыздар болады. Келесі сұрақтар айдары. Яғни оқушылардан осындай сұрақ. Мысалы, әр оқушы тақтаға шығып, осы мысалы қарияның бір суретін үстінен басады. Сонда ұяшықтың ішінен сұрақ беріледі. Қарттарды не үшін қазына деп атайды? Яғни оқушы жауап берген соң, бізде суретіміздің артынан суреттер пайда болып жатыр. Екінші сұрақ. Ата-әжелерімізден қандай жақсы қасиеттер үйренуге болады? Оқушылар жауап бергеннен кейін біздің суретіміз ашылады екен. Қарттарға құрмет көрсетудің қандай түрлерін білесіңдер? Оқушылар өз ойларын айтады, болмаса бір оқушы шығып жауап беруге болады. Ақылды қария ағып жатқан дария дегенді қалай түсінесіңдер?
Енді келесі қариясы бар елді неге бақытты деп айтамыз? Ең соңғы сұрақ, қарттарға қамқорлық жасау біздің парызымыз ба, әлде міндетіміз бе? Оқушылардың өз ойларын айтуға, яғни жауап алуға болады. Яғни бізде соңғы сұрақ аяқталды. Яғни осы ұяшықтарымыздың артынан 1 қазан халықаралық қарттар күні деген суретіміз пайда болды. Яғни бұл жерде мақал-мәтелдің жалғасын табады оқушылар. Қарты бар үйдің оқушылардың жауабын күтеміз. Жауап айтылған соң біз тексереміз. Қариясы бар ел, қасиетті ел, ақылды қария, ағып жатқан дария. Қария елдің шежіресі, халықтың қазынасы. Қартын қадірлеген халық. Қастерлі халық дейді. Келесі жағдаяттар айдары. Яғни оқушыларға жағдаяттар беріледі. Сол бойынша оқушылар өз ойларын ортаға салады. Яғни бұны мен жылдам өткізіп жіберем. 3 жағдаят берілген. 2 жағдаят және де 3 жағдаят. Келесі айдар бізде, яғни сабақтың соңына да таяп қалды. Бұл жерде оқушыларға сабақты қорытындылау мақсатында бір сөзден өз ойларын айтады. Яғни бізде кір жаю әдісі арқылы осы соңғы тапсырманы орындаймыз. Яғни өнеге дегенде оқушы өз ойын айтады. Яғни бүгінгі қарттар күніне байланысты өз ойларын айтады. Келесі сабыр, нелеріміз жаюымыз керек, былай қараймыз. Өнеге. Егер де мұның біреуін таңдайсыздар, тәрбие туралы оқушы өзін ойнатқансын, оны біз жаямыз, дұрыс айтатын болса. Келесі, яғни анамызға кір жаюына көмектесеміз. Сендер осы сөзге байланысты өз ойларында, пікірлерінде айтуларын керек. Қазына деп оқушы өзінің ойын айтқан соң, оны жайып қояды екенбіз. Келесі береке. Келесі өсиет, қамқорлық, мейірім, ізет, құрмет. Яғни оқушылар құрмет деген сөзбен өздерінің ойларын ортаға салады. Яғни осылай сабақты қорытындылап бекітуге болады. Келесі бізде, яғни кері байланыс мына сайтқа өтетін болсаңыздар, яғни бұл платформаға өтесіздер, жасанды интеллект арқылы жасалынған кері байланысты беріп кетуге болады. Ұлттық нақышта осы киіз үйлермен асық ойын арқылы кері байланыс, яғни оқушылар сабақты жақсы түсінсе жасыл асықты таңдайды, орташа болса сары, мүлдем түсінбесе қызыл асық таңдайды. Яғни әр оқушы тақтаға шығып, осылай таңдайды екен. Біреу қызылды таңдауы мүмкін, біреу сарыны. Яғни осыған қарап отырып, қанша асықтың жиналғаны. Егер де бізде жасыл асықтар көп болатын болса, онда сіздің сабағыңыз, яғни мақсатыңызға жетті деген сөз. Сарылар аз, қызылдарыңыз аз болса, осыдан байқауларыңызға болады екен. Сабақтың электронды нұсқасын алу үшін описанияда телефон номері көрсетіледі, сол жерге хабарласуға болады. Сау болыңыздар.